Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 19-ші сабақтың Б тобына байланысты бірнеше есепті мысал ретінде қарастырамыз. Олай болса, 19-да 5-ші жаттығудан бастайық. Бұл жерде есептің шарты мынандай. X-тің қандай мәнінде функцияның мәні 0-ге тең болатынын табу қажет. Яғни мұндағы x деген тәуелсіз айнымалымыздың қандай мәнінде мына бір функцияның мәні 0-ге тең болатынын табу қажетпіз. Ол үшін функцияны 0-ге теңестірсек жеткілікті. Яғни функцияның формуласы бізде 12x қосылған 18-ге тең. Мұны 0-ге теңестірсек жеткілікті. Яғни y-тің мәні 0 болады деп отыр. Y-қа орнына 0 қойдық. Теңдеуді шығарамыз. 12x тең болады. 18 теңдіктің екі жағына минус болып барады. Сонда x деп отырғанымыз тең болады. 12-ні теңдіктің екінші жағына бөлу қойып жіберетін болсақ, 18 бөлінген 12-ге. Екеуін де 6-ға қысқартатын болсақ, ол кезде 3-тен 2-ге. Немесе минус 1,5-ге тең болады. Яғни x минус 1,5-ге тең болған кезде, мұндағы y-тің мәні 0-ге тең болады. Немесе тәуелсіз айнымалымыз минус 1,5-ге тең болған кезде, функцияның мәні 0-ге тең болады деп айта аламыз. Тура осылай 7-ші есепті қарастырып көрейік. Бұл жерде де x-тің қандай мәнінде функцияның мәні 0-ге тең болатынын табу қажетпіз. Ол үшін y-тің орнына 0 қойсақ жеткілікті. Минус 2x тең болады. 8-ді теңдіктің екінші жағына оң таңбамен өткіземіз. 8-ге. Сонда x тең болады. 8-ді бөлеміз минус 2-ге. Өйткені минус 2 x-қа көбейтіліп тұр. Ол теңдіктің екінші жағына бөлініп барады. Сонда x тең минус 4-ге тең болған кезде біздегі функциямыздың мәні 0-ге тең болады. Минус 4-ті x-тің орнына алып келіп қоятын болсаңыздар да, функция 0-ге тең болатынын тексеруге болады. Келесі 19-да 6-шы жаттығу. Бұл жерде есептің шарты мынандай. X-тің қандай мәнінде функцияның мәні оң болатынын табу қажетпіз. Яғни x-ға қандай мәндерді берген кезде мына функцияның мәні оң болады. Ол үшін берілген функцияның формуласын 0-ден үлкен деп жазсақ жеткілікті. Өйткені оның мәні қандай мәнде, x-тің қандай мәнде функцияның мәнін оң болатынын табу қажетпіз. Оң сандар әрине 0-ден үлкен болады. Сол себепті біз берілген формуланы мына түрде жаза аламыз. Функциямыздың формуласы 2x қосылған 8-ге тең, үлкен 0-ден деп жазамыз. Яғни қандай мәнде оң болатынын табу қажетпіз. Мұндағы 2x дегеніміз үлкен минус 8-ден, 8-ді теңдіктің екінші жағына өткіземіз таңбасын өзгертіп. Сонда x дегеніміз үлкен болады, минус 8 бөлінген 2-ден. Мұндағы 2 теңдіктің екінші жағына бөлу болып өтті. Сонда x үлкен минус 4-тен. Яғни x деп отырған санымыз минус 4-тен үлкен сандарды қабылдаған кезде, ол кезде функциямыздың мәні оң мәндерді қабылдайды екен. Тура осылай 5-ші есепті шығарайық. Бұл жерде де x-тің қандай мәнінде функция оң мәнді қабылдайтынын табу қажетпіз. Бұл үшін де берілген формуламызды үлкен 0-ден деп жазсақ жеткілікті. Өйткені осы функциямыздың формуласы үлкен 0-ден болса, функциямыз да үлкен 0-ден болады. 0,1 x үлкен минус 10-нан болады. Сонда x үлкен минус 10 бөлінген 0,1. Сонда x үлкен болады. Алымында бөлімінде 10-ға көбейтіп жіберетін болсақ, сонда минус 100 бөлінген 1 болып қалады. Сонда x үлкен минус 100-ден. Өйткені 10-ды 0,1-ге бөлсек 100 болады. Сонда x 100-ден үлкен сандарды қабылдаса, берілген функциямыздың мәні оң таңбалы болады екен. Енді ең соңғы жаттығуымыз, яғни 19-да 7-ші жаттығу. Бұл жерде есептің шарты бұдан алдын шығарған жаттығуға керісінше, x-тің қандай мәнінде функцияның мәні теріс мәнді болатынын табуымыз қажет. Яғни теріс мәнді болатынын табу үшін, бұл жолы керісінше 0-ден кіші деп жазамыз. Өйткені y-тің мәні 0-ден кіші болатын болса, демек оның мәні теріс болады. Ол түсінікті. Олай болса, y-тің формуласы 100x қосылған 4. Бізде осыны 100x қосылған 4-тен шығатын мән 0-ден кіші болу керек. Сонда бізде функциямызда 0-ден кіші болады. Яғни теріс мәнді қабылдайды. Мұндағы 100x кіші минус 4-тен деп жаза аламыз. X деп отырғанымыз кіші болады. 100 деп отырғанымыз теңсіздіктің екінші жағына бөлу болып өтеді. 4 бөлінген 100-ден. Немесе x кіші болады. Минус 0,100-ден 4-тен. Яғни x-тің мәні 0,100-ден 4-тен кіші сандарды қабылдаған кезде, бізде функциямыз теріс мәнде ие болады.
Тура осылай 5-ші есептерге шығарайық. Бұл жерде де x-тің қандай мәнде функция теріс мәнге болатынын табу қажетпіз. Ол үшін бұл жерде де формуламызды 0-ден кіші деп теңсіздік түрінде жазып аламыз. Сонда минус 2x кіші минус 8-ден болады. 8-ді таңбасын өзгертіп жібердік. Ал енді бұл жерде теңсіздіктің екі жағында минус 2-ге бөліп жіберетін болсақ, онда теңсіздіктің бағыты ауысатын. Мына жақта x-тің өзі қалады, минус 2-ге бөліп жіберсек, минус 8-ді минус 2-ге бөлетін болсақ, онда 4 шығады. X үлкен 4-тен деген мәндерді қабылдаған кезде берілген функциямыздың мәні теріс мәнге ие болады. Мінекей осылайша В тобына қарастырған есептеріміз аяқталды, ал қалған есептерді осы мысалдардың негізінде шығарасыздар.